Қайырлы күн достар, сіздермен Айнамгүл, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз ерекше тағам пісіретін боламыз. Бұның енді көптеген аттары бар. Самса кесе деп те атайды, қамыр ішіндегі картоп деп те атайды. Мен қамыр ішіндегі қуырдақ деп атадым. Дәмі өте керемет болып шығады. Еті де, картопы де барлығы жұмсақ болып, күшті болып піседі. Ол үшін бізге ұн керек. Үстіне қосқыш саламыз. Суға тұз салып, ерітілген сары майды құйып араластырамыз да ұнымыздың үстіне құямыз. Араластырып отырып қамыр жасаймыз. Өлшемдерін видеоның астына жазып кетемін. Сол жерден қарап жасасаңыздар болады. Егі қанғанша басып аламыз да салафанға салып демалдыруға 15-20 минутқа қойып қоямыз. Енді салмасына жұқалап туралған менде сиыр еті, 4 бүршіктілеп туралған пияз, картоп және қызанақ. Дәміне қарай тұз бен қара бұрыш себеміз. Кішкене араластырып аламыз да 2 ас қасықпен күнбағыс майын құямыз. Тағы да жақсылап тұрып араластырамыз. Қамырымыз дайын болғаннан кейін салафаннан алып, кішкене басып аламыз. Қамырымыз жұмсақ, яғни қолға жабыспайтын, жұмыс жасауға ыңғайлы, күшті болып шығады. Ұнды мүлдем пайдаланбаймыз. Мен 2 бөлікке бөліп алдым. Бір бөлігін салафанға салып алып қоямын. Екінші бөлігін тағы да бір 4 бөлікке бөлеміз. 4 бөліктің бір бөлігін тағы да кесіп аламыз шетінен, оны 2 бөлікке бөлеміз. Яғни бір үлкен, бір кішкентай бөлікке бөліп аламыз. Қалғанын салафанға салып алып қоямыз, себебі кеуіп кетеді. Енді үлкен домалатып айналдырып аламыз да жаямыз. Жайғанда астың жаймасы сияқты қатты жұқа да болмау керек, қатты қалың да болмау керек, орташа болу керек достар. Бірақ шет жақтарын кішкене жұқалатып басып жіберуге болады. Өйткені қазір біз оның шет жақтарын түйеміз, түйген кезде қалың болып кетпеу үшін шет жерін кішкене басып жұқалатып жібереміз. Үлкендеу бөлігін алып қолмен домалатып отырып созамыз. Яғни бұл қақпағын жасаймыз. Қолмен бас жібереміз де ортасынан пышақпен кесіп алып айналдырамыз. Кішкентай бөлігін тегістей дөңгелетіп аламыз тек. Енді үлкен кесеге, яғни сорпа кесесін пайдалануға болады. Сорпа құятын кесені қамырымызды орналастырамыз да салмасын саламыз. Қатты толтырмаймыз. Енді жан-жағын біріктіріп отырып жинаймыз. Хинкалейді жинаған сияқты етіп жинаймыз. Бір қолмен бүктеп беріп тұрамыз, бір қолмен басып отырамыз. Ешқандай жері ашық қалмайтындай етіп бітеп, қатты басып жабамыз. Енді кеседен аламыз. Қақпағын орналастырамыз. Дайын болды достар. Тағы біреуін жасап көрсетемін.
бір бөлігін кішкентай кесіп аламыз, оны екі бөлікке бөлеміз. Үлкенін алып домалатып жаямыз. Қатты жұқа да етпейміз, қалың да етпейміз. Орташа етіп жаямыз, бірақ шет-шектерін жұқалап басып аламыз. Сорпа ішетін кесеге орналастырамыз қамырымызды. Салмасын саламыз. Енді жан-жағын жинаймыз. Ешқандай жері ашық қалмайтындай етіп жинап, біріктіріп жабамыз. Кеседен аламыз да қақпағын жасаймыз. Менде осындай 5 дана шықты. Бір қамыр менде артық қалып қойды, достар, екінші бөлігі. Егер де сіздер үлкен қылып жасағыларыңыз келсе, екі бөлікке бөлмей, сол бір үлкен қамырды 4 бөлікке бөліп жасасаңыздар да болады. Немесе екі бөлікке бөлсеңіздер, тағы да үстіне салмасын көбейтіп, осындайдың тағы бір 4-тен 8 данасын шығаруға болады. Үстіне жұмыртқаны жағып шықтым, және де күнжіт сеуіп шықтым. 180 градуста 1 сағат 20-30 минут пісіреміз. 1 сағат 30 минут пісірсеңіздер, барлығы керемет болып пісіп шығады. Не, достар, картобы да, еті де бәрі күшті болып пісіп шықты. Жасап көріңіздер, достар, өте дәмді болады. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Жасап жатсаңыздар ас болсын.